сабағымызды бастаймыз. Алдыңғы жаңағы бір сағатты біздер өткен болатынбыз. Бақыт бірлікте. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы бақыт бірлікте сабағымыздың мақсаты рухани адамгершілік нормаларға сәйкес өзінің жаңа мақсаттары мен істердің мүмкіндіктерін анықтай білу және шыншылдық, адалдық, ойдың, сөздің және істің бірлігі, оқушыларға қоршаған әлемді сүюдің маңыздылығы және түсіндіре отырып қиянат жасамайтындығының мәнін ашу. Олай болатын болса, бүгінгі тақырыбымыз өзіміз бесті ережесін есімізге ала қояйық. Себебі бізде сағат сайын бесті ережесін қайталап отырамыз, иә оқушылар? Бесті ережесі: тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық. Рахмет оқушылар. Енді дәйек сөзге орала қояйық. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: адам табиғатқа тәуелді болса, табиғат та оған тәуелді болады. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Енді осы жаңағы дәйек сөздің мәнін ашайық. Табиғатқа тәуелді болу дегенді қалай түсінесіздер? Табиғатқа тәуелді болу дегенді қалай түсінеміз? Табиғатқа тәуелді болу. Айта қойыңыз. Табиғатқа тәуелді болу дегеніміз, яғни табиғат пен адам екеуі тығырын қарым-қатынаста, яғни табиғатсыз адам, адамсыз табиғат деген. Себебі табиғаттан адам өзіне керекті қару-жарақтарын, заттарын ала алады. Ал адам табиғатты аялау керек деп түсінемін. Рахмет, отырамын. Әнен айтамын. Табиғатқа тәуелді болу дегенді қалай түсінесіздер? Адам мен табиғат тығыз байланыста болу керек деп түсінемін. Себебі адам табиғатсыз, мысалы табиғатта бізде ауа, су, жарық, күн дегендер бар. Ал адам оларсыз өмір сүре алмайды. Отырамын. Рахмет, Аяжан. Табиғат тәуелді болу дегенді қалай түсінесіздер? Адам табиғатқа қарсы шыға алмайды. Себебі табиғат оған кері қайтарады. Мысалы, табиғатқа сен зиянды келтірсең, ол міндетті түрде сенің кері қайтып келеді. Сол себепті табиғатты аялау керек. Айтамыз. Табиғат пен адам арасында тығыз байланыс бар. Жаңағы Аяжан айтып өткендей, адам табиғатқа қандай қатынаста болса, табиғат та оған қатынаста. Мысалға, табиғатты ластасаң, ауа да ластанып ол саған зиянын тигізеді. Рахмет, отырамын. Бізде Зухра қандай ой мағынасын Армер айтамын. Табиғатта адам тығыз байланысты және де табиғат адамсыз, адам табиғатсыз өмір сүре алмайды. Яғни бір жаратылыс болып табыламыз. Рахмет. Сізден қандай ой түйдіңіздер? Егер адам табиғатқа қандай жақсылық әкелсе, табиғат оған дәл сондай жақсылық әкеледі. Мысалға, біз егер осы табиғатқа деген сыйластығымыз мол болса, яғни күнде көктем терек отырғызса, ауаны ластамаса, қоқысты суға лақтырмасақ, тазалықты сақтап жүретін болсақ, бұл табиғатта бізге әлемдік пайдасы өте көп болады. Егер біздің табиғатымыз таза болса, біздің денсаулығымыз да мықты болады. Енді соны айтамын. Табиғат бұл біздің қоршаған ортамыз, айналамыз, тұтылған ауамыз, жеп отырған көкөніс жемісіміз. Ол бізге үлкен септігін тигізіп, табиғатымызды қорғап, аялап қастерлейді. Рахмет, оқушылар. Мен оқушылар сонда табиғаттың жаңағы тәуелді болу, табиғатқа біз тәуелді екенбіз. Себебі табиғатты не істеуіміз керек, қорғауымыз керек, аялай, жаңағы білуіміз керек, таза ұстауымыз керек, иә оқушылар? Олай болатын болса, мына бейнероликке назар аудара қояйық.
енді осы бейнероликтің жаңағы қандай әсерін алдыңыздар, бейнероликке қарап қандай әсер алдыңыздар. Мынадай жаңағы сұрақтарға жауап бере алайық. Табиғат деген не? Табиғат тылсымы дегенді қалай түсінесіздер? Табиғат адамды қандай сезімге бөлейді? Табиғатты қалай қорғаймыз? Табиғат туралы қандай мақал мәтелдер білесіздер? Міне осы сұрақтарға бейнероликті қоса отыра жаңағы ойымызды бөлісе отырайық. Ал кім айтады? Өзіміздің ой пікірімізді айта қояйық. Кім айтады? Табиғат дегенде, табиғат деген бізді қоршаған орта, жасыл әлем деп түсінеміз. Табиғат тылсымы дегенді қалай түсінесіздер? Табиғат тылсымы яғни күн сайын, яғни сағат сайын орын алатын ауа райы, бірде қар, бірде жауын. Табиғат адамды қандай сезімге бөлейді? Табиғат адамға өзінің жылуын, күн арқылы жылуын береді. Табиғатты қалай қорғаймыз? Табиғатты біз қоқыс тастамай, көлдерге лас су құймай, ауасын ластамай қорғай аламыз. Табиғатты аялау туралы мақал мәтелдер білесіз бе? Табиғат туралы ормансыз бұлбұл Кім сөйледі? Бейнеролик бойынша кім қандай пікір айта алады? Анеля айтады. Бейнероликте жаңағы біз көрген бейнероликте табиғаттағы тылсым жаратылыстар бейнеленген. Ол мысалға табиғаттағы өсімдіктер, жан-жануарлар, көлдер деген секілді. Біз оның барлығын қорғап, қолда жүруіміз керек. Себебі бұл бізге жаңағы табиғаттағы ауа сулар бізге көп пайдасын тигізеді. Ластамауға жетпіз. Отыра, рахмет. Аружан айтады. Бейнероликтағы жалпы табиғат бұл Қазақстанның табиғаты болып есептелінеді. Яғни біздің Қазақстанымыздың көрнекті табиғатын осы бейнероликте көрсеткен болатын. Біздің жалпы Қазақстан мемлекетінің табиғаты өте әдемі, өте таза десем де болады. Жайлауы кең, жерлеріміз кең, жайлауымыз әдемі, көп шөбіміз бар, түрлі әдемі өзен көлдеріміз бар, бұлақтарымыз бар. Дұрыс айтасыз, иә. Сол бізде осындай беріліп тұрған сынды біз қорламауымыз қажет деп есептеймін. Соны сақтап, мұрадан қалдыра беруіміз керек. Отыра, рахмет. Яғни сонда жалпы табиғат бізді қоршаған орта екен, иә? Табиғатта не аламыз? Ауаны аламыз, иә? Суды аламыз, жылуды аламыз, жайды аламыз. Өте орынды құштар. Сонда табиғат туралы біздің жаңағы білетініміз өте жақсы екен. Яғни табиғаттың жалпы жаңағы адам баласымен тығыз байланыстылығы бар ма екен құштар? Бар. Яғни бар екен. Енді шығармашылығымыз осы жаңағы 4 сөйлем әдісі бойынша қазір сіздер дәптерлеріңізге жаза қойыңыздар. Бірінші кіріспеу, екінші негізгі ой және жаңағы қорытынды сұрайтын толықтыру. Яғни мәтінді, яғни табиғат туралы мәтін берген болады егер, сол туралы жаңағы өздеріңізді қойыңыздар. Жаза қойыңыздар. 4 сөйлем бойынша. Табиғат туралы. Табиғат туралы жаза қойыңыз. Жоқ, бір енді сөйлеміз бар.
башлар оқиық. Болған басқарып керек. Аружан. Birinchi tabiatni ayolov, ikkinchi tabiatni adam foydasi, uchinchi tabiatni qo'rg'ab saqlash va maslamoq, to'rtinchi tabiatni muradan namoyish. O'tiraverar men kelesi. Kelesi kim bo'lib tavishlar. Aytavay ko'rsuyimizda. Ko'rsuyimizda aytavay. Ani yo'q. Tabiat bizga qo'shilganida tabiatdan biz olamiz. Tabiatni biz qo'llab-quvvatlash, erkimiz turadigan tabiatni savob mendetdi. O'tiraverar men. Kamila. Menimcha Kristiyman tabiat ya'ni odamlarning negizgi o'yi tabiatda yo'q qo'rg'ab va'da keltirgan qo'rquvda tabiatga adam tig'iz balansda deb tushunib, bu o'yim tabiatga zarar keltirmiyor және оны o'ldirmiyor bizning farzimiz deb sanayman. O'tiraverar men. Ha, nima bo'ldi o'xshab? Almira, o'tiraver. Rahmet. Arayı koyalım. Arayı koyalım.